неге қазір көп семьялар ажырасады? Әйел адам өзінің жолдасын сыйламаса, ата енесін сыйламаса, қыз бала соны купе болып өседі. Неге біздің ер балдарымыз қызды қорғамайды? Мысалы, зорлық зомбылықтың бәрін ер балдар жасайды. Қыз бала жасамайды. Ер азаматтық бір қасиеттері жоғалтып алған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде подкастымыздың кезекті шығарылымы. Және де бүгін бізде қонақта Ақтөбе облыстық әдістемелік орталығының психолог маманы Тоқсанбаева Арайлым Амангелдіқызы, және де Ихсан орталығының теолог маманы ұстазымыз Бейсенбаева Роза Бақытқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы сондай әдемі тақырып десек те болады. Андай айтылатын, бітпейтін тақырып десек те, ол балам жақсы болсын десеңіз деп аталады. Яғни бала тәрбиесі, біздің психолог апайымыз психологиялық тұрғыдан айтса, теолог маманымыз діни тұрғыдан бала тәрбиесі жөнінде толығырақ айтып өтетін болады. Енді бастамас бұрын подкастымызды өзіңіз туралы айтып өтсеңіздер, отбасыңыз туралы, жалпы мамандығыңыз туралы. Қайсысын бастайсыздар? Роза Сіз қонақсыз ғой, сіз бастай аламыз. Енді өзім кішігірім айтатын болсам, мен енді 20 жыл стажы бар. Қазіргі таңда Москва қаласында, Ресей елінде МИГИП институтында оқып жатырмын, гештальт терапия бағытында, психотерапевт бағытында оқуға. Қосымша тағы айтатын болсам, отбасылымын, 4 ер баланың анасымын. Көбіне қыз баланың тәрбиесін өзіме қараймын, ал ер баланыкін ұлдарыма қараймын. Сондықтан осындай қысша ақпарат айтуға болады. Керемет. Мен әжемін, жасым 65-те. 3 балам бар, бір қыз, 2 ұлым, бәрі үйленген, тұрмысқа шыққан. 10 немерем бар, жолдасым бар. Өзім теолог маманымын. Россия Ислам институтының, Казан институтында магистр бакалавриатын бітіргенмін. Өзім негізі зейнеткермін, бірақ жұмыс жасап жатырмын әлі күнге дейін. Сол бала тәрбиелеу, немере бала өскенше деп қазақ халқымыз айтады ғой, немере өлгенше деп жұмыстар жасап, сол немерелерімізге бағысуға, тәрбиелеуге сол көмектесіп жүрміз. Жақсы, енді тақырыбымызға кірсек, бірінші мындай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі заман балалары деп бүйтіп жақшаға алып, соның тәрбиесі қандай болу керек деп. Неге біз қазіргі заман балалары деп оларды бөліп жатамыз? Кейде үлкен апайлардан естіп жатамыз да, қазіргі заман балалары, ақыр заманның балалары деп айтып жатады, неліктен болай атайды деп деуді болады, деп сұрауға да болады. Жалпы осы баланың тәрбиесіне қалай болу керек, сол туралы айтып өтсеңіз. Мен айта берейін бе? Айта беріңіз. Жақсы. Енді қазіргі заманның балалар дегенді бізде білесіздер, X, Y, Z, Зумер дейді. Сосын альфа деген ұрпақтар деп айтып жатыр ғой қазір. Ол ғылыми түсініктерді естіген боларсыздар. Ол қазіргі таңда бізде зумер балдар оқып жатыр мектепте. Енді зумер дегеніміз техникаға жақын балдар, электроникаға жақын балдар өте. Енді шыны керек, қазіргі балаларда мына ерте даму, жетілу өте жедел. Қазір 9-10 жастағы балдарды жасөспірімдік шаққа кіргізіп отырмыз. Қазіргі таңда, себебі балдардың физиологиялық тұрғыда да және ойлары мықты жетік. Барлық жердегі сұрақтарға жауап береді. Бұл неліктен? Себебі ақпараттың көптігінен. Бұрын мысалы біздердің кезімізде ақпарат аз болды. Мысалы мен өзім оқыған мектепте, мысалы мен интернатта оқыдым, мысалы Дарында. Бізге жоғары класстан қыздары келіп, жеке гигиена туралы, мысалы қыз бала қандай болу керек деген сияқты, сонда қыздар жиналысы болды, сонда айтылатын еді. Одан басқа жерде біз оны ақпаратты естімейтін едік. Ал қазір балалар бүкіл ақпаратты біледі. Қазір қыз балалар мысалы
айтатын мысалы етеккір қашан келетінін біледі, оған қалай қолдану керек, нені қолданатындарын біледі мысалы да, барлық ақпарат береді. Ал ер балдар өздеріне қатысты мысалы көп ақпаратты желіден артық біліп жүреді. Бірақ ол желіде жазылған ақпараттар ол дұрыс па бұрыс па білмейміз. Ал шын мәнісінде ақпаратты кім айту керек? Үйде оттың басында отырған ата-анасы айту керек. Себебі бұл бірінші бала деген первичный идентичность деген бар, енді осыны қазақша аудара алмай жүрмін. Біріншілікті, мысалы туылған кезде біз үйімізден бір белгілі бір дүнияны алып шығамыз ғой. Сондықтан сол үйдегі жазылған ақпарат ол көбірек біздің түп санамызда жазылады. Сондықтан мүмкіндігінше ата-ана ақпараттануды өзі білу керек. Қазіргі балдар көбіне менің өзім еститінім ересектердің аузынан, жаңағы қазіргі балдар тез өсіп жатыр, қазіргі балдар тез біледі, өздері оқып алады деген сияқты, түсінеді деген сияқты. Жоқ, олар жақсы, ол жылдамдық деген бәрі жақсы. Бірақ алайда бала сізге беретін ертең еңбегіңізді қайтару үшін, жемісін беру үшін сіз оған дұрыс дәнектерді беруіңіз керек те. Дұрысынан суаруыңыз керек, дұрысынан түптеуіңіз керек. Оның бәрі ақпараттандыру. Сондықтан қазіргі заманның баласы дегенді кезінде бізге де айтқан, шыны керек. Себебі қазіргі заманның балдары тентек деген сияқты, мысалы бір қандай да бір іс-әрекет. Бірақ жоқ, ол болады барлық заманда. Бірақ мүмкіндігінше бала алыстамау үшін ақпараттану және оның деңгейінде білу, ол қазіргі балдар. Сонымен қатар қазіргі балдардың көп мысалы келген консультацияға келген балдардың көбісінің айтатыны, мен ата-анама сенбеймін деген ақпарат көп та, ал ол сенімді жоғалту ол өте үлкен қиындық туғызады. Себебі сенім деген ол қайта құру қиын, ол үлкен шаруаны. Сондықтан мүмкіндігінше отыңыздың басында баланың сенімі, ол элементарный қысқа кіттай заттардан да басталады. Мысалы бала үйде бір нәрсе бүлдіріп қойса, болмаса жаңа кішкентай кезінде бір қандай да бір ақпарат болады ғой, күлкілі істеген дүниелер. Бала оны мүмкін қаламайды шығар, подростық кезінде естіген басқа адамдар. Бірақ біздер соны той-томалақта айтып отырамыз ғой, мысалы біздің үйде де сондай болып еді, біздің үйде бала сөйтіп еді деген. Осы жерде бала да қалай ма қаламай ма ол туралы ақпаратты, сондықтан оның да құқығы мен міндетін айта отырып, оның да құқығын таптырмауымыз керек. Границасын ба? Шекара ғой, шекара, жеке шекарасын көбірек. Мен жаңа осы туралы да ойланып кетірдім, автобуста да келатырмын. Көп балдар, жас оқушы балдармен артта отыр екен. Сонда байқағаным, екі бала, екі қыз, бір қыз менің маңдай мына шашыма тиіп кетті, қолы кәдімгі тастай тиді бас, бірақ кешірім сұраған жоқ. Бұл не дегеніміз, ол шекарасы бұзылғандығы, оған да солай жасайды деген сөз. Егер ол егер оны маған ыңғайсыз жағдай тудырған түсінсе, ол менен кешірім сұрайтын еді. Ол бір. Екінші, бір қыз сөмкісі тиіп кетті, ол да ешқандай айтқан жоқ. Өтіп кетеді. Бұл не дегеніміз, осы элементарный осындай заттардан байқауға баланың жеке шекарасы бұзылғандығын. Баланың өзіне жасауға рұқсат берген дүнияны басқа адамдарға жасап, ол оны дұрыс емес деп ойламайды. Сондықтан осыған да ата-ана көбірек көңіл бөлуіміз керек. Өкінішті да осындай заттар. Ата-ана қорғап бастау керек, қорғап бастау керек, айту керек, түсіндіру керек. Жеке интимді зоналарды түсіндіру керек, қандай екен. Сондықтан бұл үлкен күрделі мәселе, қазіргі балдарға таңда өте ауыр тиіп жатқан жағдайлар. Осы жерде осылай қорытуға болады. Рахмет, өте қызық. Психология тұрғысынан айтып отырсыз ғой. Шынымен де солай ғой. Енді жаңа қай деп айттыңыз? Қазіргі заман балалары тәрбие қандай болу керек? Қандай тәрбие беру керек? Енді қай уақытта, қай заманда да негізі тәрбие, баласына тәрбиеге өте көп көңіл бөлген ғой. Енді қазіргі таңда жаңа кім сіз айтқандай, көбінесе жаңағы технология дамыған заман болғасын өте білімді деп жатырық, иә, ақпарат көп келіп жатыр деп жатырық. Бірақ өкінішке орай жаңа тәрбие жағын айтып жатырмыз ғой. Тәрбиеге көп көңіл бөлінбей жатыр. Немесе басқаша айтқанда ата-анамен қарым-қатынасы, махаббат дейміз ғой, мейірімділік балаға деген жетіспейді. Қазір мына бәрімізде гаджет, ата-анада да, тіпті әжеде де диалог жоқ, жақындық жоқ. Баладан ата-аналар көбінесе оны жасыратын жоқ, алыстау, көбі жұмыста.
Сондықтан Әл-Фараби айтқандай, білім, берілген білім тәрбиесіз ол адамның қас жауы үлкен қасиетке алып келеді дейді. Иә, дұрыс қой, соның бәрі дұрыс. Не айтқым келеді бұнымен? Негізі мына біздің болашағымыз, балаларымыз ұлттық тірегі деп айтады ғой. Мына біздің дәстүрлі жаңа дінде көп көңіл бөледі, иманды айтады ғой, иманды. Қазір әсіресе сондай бір заман болды, ақылды, нәпсісіне жағымды қылып тәрбиелеп жатырмыз балаларды. Бірақ жүрегімізге мейірімділік, жұмсақтық ол жетіспейді, сабырлық, көркем мінез. Ол балдар кінәлі емес, әрбір отбасының мүшесі, әже, ата, ана, ағайын, тума, туысқанның арасында жетіспейді. Ол бала копировать етеді, соны көріп өсіп жатыр. Дұрыс па? Сол бұл үлкен мәселе деп ойлаймын. Неге десеңіз, соны өскен бала, оған айтудың қажеті жоқ, сен мынандай бол, осындай бол деп та. Мысалы, менің практикамда, өмірімде көріп жүрген бір, мысалы, семьяда балалары үлкейіп кетті, бір кішкентай нәресте келді дүниеге. Үлкен бала өзгереді, оның өзінің туған туысқанның ортасында бар. Сондай тыңдамайды, сондай қатыгез деген сияқты. Не үшін? Ол солай, мына психология жағында солай шығар. Адам өзіне қаратқысы келеді. Тыңдамау арқылы. Ұрыс, да, внимание деп айтамыз ғой. Сондықтан қазіргі таңда мына тәрбие мәселесіне өте көп көңіл бөледі. Көңіл бөлгенде сен бейт, сен сүйт деп ақыл айту, енді бәрімізде күштіміз ғой. Ақыл айту емес, мәселен жақсы қарым қатынаста болу, балаға мейірімдік беру. Жаңа сіз айтасыз ғой, мен бағаға көңіл бөлмеймін. Эфирден тыс болған әңгімеміз ғой. Сол айтқандай мен ойланып қалдым да, негізі көп жастар, ата-аналар балдарға жаңағы неше алдың, неге сен оқымадың деп ұрсып жатады. Ол негізі дұрыс емес. Балаға жылулық керек, сөйлесу керек. Тек қана баға туралы емес, негізі баланың кіммен дос болып жүрген, жағдайы қалай, көңіл күйі қалай деген сияқты. Өкінішке орай көп жерде, әрбір семьяда бар шығар, сол қарым-қатынас жағы дұрыс емес деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына технология заман дамыды, бірақ жүрекке келгенде имандылық деп айтамыз. Имандылық ол не? Сенім деп айтамыз ғой. Аллаға сену дегенменде имандылық ол да құлшылық деп айтады ғой. Алла тағала бізге берді ма нәрестені, оған мейірімді болу, оған көңіл бөлу, оған жақын болу. Дұрыс па? Оның көңіл күйін білу деген сияқты. Ата-ана жақын болмаса, ол кісіде гаджетте тұрса, әжелер де, аталар да тұрады қазір гаджетте. Дұрыс па? Баланы кім тәрбиелейді? Көше тәрбиелейді. Көшеде ол кіммен жүреді? Кіммен қарым-қатынаста? Соны айтар едім, мұғалімге де айтар едім, оларда мысалы бала даму үшін, бала жан-жақты болу үшін, негізі жаңа дұрыс айттыңыз, ана жан-жақты болу керек. Ана ақпаратты жаңа болу керек, дұрыс па? Бала не қарап жатыр, қандай ақпарат алып жатыр деген сияқты, бала сұрақ қойып жатқанда жауап бере алады, дұрыс па? Дұрыс бағдар беріп жатады. Дін жағымызда көп адамдар адасып жатыр, мысалы, жастарымыз. Соның бәрін көрсетіп жатыр, біздің тәрбиеге көңіл бөлмейтіндігіміз уақыт жоқ деп айтамыз ғой. Уақыт жетеді, бірақ босқа уақыт өтіп жатыр да. Тик-ток дейміз, бір телефонға кірсең кетіп қалады ғой, 3-4 сағатын кетіп қалады. Ол барлығымызда бар, жасыратын жоқ. Сондықтан балдар тыс қалып жатыр тәрбиеден. Сондықтан өте жақсы, олар өте ақылды, жетілген. Жаңада енді сіз психология тұрғысынан айтып жатсыз ғой, тиіп кетті. Мысалы, көп адамдар психологияны білмейді, неге қазір психология дамып жатыр? Негізі ол дұрыс. Мысалы, мына бүтін елдерде, Европаларда, мысалы, әр семьяға бір психолог болған. Кейде өзімізге де қажет, травма деп айтады ғой. Соны мысалы біз балаларға жасап жатамыз, дұрыс па? Сондықтан көрдіңіз бе, сондықтан мен ойлаймын, тіпті әже де, ата да, әке де, ана да, туған ағайын бауырларымыз бәрі де осындай дамыған заманда дамуымыз керек, жан-жақты болуымыз керек. Жастарымызды түсіну үшін, келешек ұрпағымызға жаңа көңіл бөлу үшін.
сол енді көп қой енді оны айтып жатсаң. айта берсең ол. жаңа мен білімді және сауаттандыру деген сөзді осы түсінгім келеді да. Себебі білімді біз барлығымыз аламыз да, кез келген жерден ақпарат аламыз. Бірақ сауаттандыру дегеніміз ол сол білімнен алған қандай да бір біздің тәжірибе, бір жаңа өзімізге қолданған дүниені айтуға болады да. Бізде сауатты болу азды, білімді бәрі қазір адамдар. Бәріміз де білімдіміз. Бәрімізде бір емес 2-3 дипломнан бар мысалы да. Бірақ шыны келгенде сауаттану жағымыз аздау. Ол сауаттану дегеніміз менің ойым өзім мына алған білімімізді қолдану тәжірибеде. Амалға асыру. Амалға асыру, оны қолдану дұрыс айтасыз. қолдану, соны ары қарай дамыту. А бізде осыны екеуін шатыстырып алып жатырмыз да. Біз білімдіміз, дипломымыз бар. Мен жақсымын деп айтады да, бірақ шынына келгенде қанша дипломда емес мәселе. Мәселе сол алған білімді сауаттандыруымызда да. Фильтровать етіп па? Иә, оны амалға асыру өте дұрыс айтыңыз. Қазір білімді, бәрі де білімді. Өте дұрыс. Білімді, білімсіз адам жоқ. Білімсіз адам жоқ. Қазір бәрі білімді. Баяғыда ата-бабаларымыз енді керемет институт білім алып университет бітірген жоқ қой, сонда қалай ұят болады. Ол кезде сауатты болды да ол кісі. Сауатты болды. Олар көркем білімді болмағанмен, қандай да бір дипломды алмағанмен, бірақ сауатты кісілер көп болды. Себебі сауатты кісілер ол өзінің тәжірибесінен алған адамдар. Өзінің тәжірибесін айтып, осылай болмайды екен, осылай істеу керек екен деп өзінің іс-әрекетімен ғана көмек көрсеткен кісілер да. Ал осыны бізде шатыстырады да әлі. Білімді ғой дейді, мысалы диплом алған дейді, сол кісіні сауатты дейді. Жоқ, ондай мен осы жақтан кейде өзім ойлаймын, сауаттылық ода емес. Сауаттылық сенің алған біліміңді тәжірибеңе алмасып ары қарай берген. Екі бөлек дүние. Өзің отбасыңнан бастап деп айтасыз ғой. Иә, өзің отбасы мүшелерінен бастап. Мен қандай психологпын, оны менің отбасым білу керек та бірінші. Дұрыс айтасыз. Бірінші ананы білу керек, сонымен қатар менің мамандығыма. Егер мен анамын, бірақ мамандығыма қарай дұрыс балдарға түсінікті қылып айтпайтын болсам, онда ол енді үлкен сұрақты. Жақсы, енді тәрбие деп жатырмыз ғой, жалпы алғанда енді ажыратсақ қыз бала мен ер баланың тәрбиесінде ерекшелік бар ма, өзгешелік бар ма, әлде екеуіне де бір ортақ бір принциптер бар ма, қатып қалған ережелер бар ма, әлде екеуі міндетті түрде екі түрлі ма, екі бағытта жүре ма деген сұрақ келіп отыр. Қазіргі шынына керек, мен өзімнің отымның басынан да айтқым келеді, мен өзім қандай қыз бала болдым. Мен тентек қыз бала болдым. Мен көп еркек бала сияқты. Себебі біздің үйде біздің отбасымызда ер баланы көп күтті да. Сондықтан мені көбісіне сондай бір арайлым еркек бала болған кезде бұлай болар еді деген әңгімені көп айтты да. Мен сонда олардың алдынан соны ер бала деген сөзді естісем, ол маған бір мақтау мадақ сияқты болып көрінді. Ал шын мәнісінде ол ешқандай мақтау мадақ емес. Ол ешқандай көмек берген жоқ. Неге? Себебі мен проблеманы өзім шешуге тырыстым, мәселені. Бұл өте үлкен, менде ол ата-анамды кінәламаймын. Олар енді өзінің барынша, өзінің көргенімен істеді ғой. Бірақ алайда ол менің өзімнің өмірімде, өзімнің отымның басында аса көмек берді деп айта алмаймын. Сондықтан қыз баланы көбірек қылықты қылып өсіру керек. Қыз бала еркелей алу керек. Ағасына, інісіне, әкесіне. Неге? Себебі ол өзінің үйіндегі ер адамдарға еркелей алса, ол ертең күйеуіне де еркелей алады. Шолт кесіп айтпайды. Мысалы, менде болды бойымда шолт кесіп айту. Осылай ма? Осылай. Осылай емес па? Осылай емес. Бұл маған өте үлкен пайда болды деп айта алмаймын. Себебі менің отымның басында кейде жанжал болып қалды бұл бағытта да. Мен сондықтан қыз баланы өзіме қарап айтатын, мен бір жағынан ойланам, маған неге қыз бала бермеді екен деп. Мен негізі дайын емеспін қыз баланы тәрбиелеуге. Өзімді қабылдаймын. Мен немереден амандық болса дайынмын деймін. Керемет қыздарды шығарамын деп өзіме уәде бердім. Еркелеттірді қыламын, ұлдарыма қыз баланың тәрбиесін мен үйде де айтып отырамын. Қыз балаға қатты сөйлеуге болмайды. Қыз бала дауыс естімеу керек, артық. Сондықтан өзіме қарап айтатыным, қыз бала бірінші қылықты болу керек. Себебі қылықты болуды мен енді үйреніп жүрмін. 37 жастан бастап, қазір 41-демін, 4 жылдай болды. Қылықты болуды, бірақ ол үйде болу керек. Қылықты бол. Сізге фундамент берілу керек қыз балаға. Ал ер баланы сол мейірімді болуды үйрету керек. Ер балдар қатты.
ер балдардың мінезі ол болмысынан олар қара күшке ие. Қара күшті қай жерде қозғауға болады, қай жерде өзіне тоқтамға келу керек екенін үйрету керек. Ол үшін қалай? Ер балаға жылауға болмайды деп айтуға болмайды. Ер бала жылап жатыр ма? Жылау керек. Қасында болу керек жай ғана. Тыңдау керек, не үшін жылап тұрған. Жасыңды сүрт, неге жылап тұрсың деген сөз ешқашан айтылмау. Себебі ер бала ондайды естіп өскен кезде, ертеңгі күні әйелімен қандай да бір жанжал болған кезде ол өзін өзі ұстай алмайтын болады. Сондықтан шықпаған эмоция қалмау керек ер баланың бойында. Ол спортқа міндетті түрде бару керек. Спорттың қандай бір түріне бару керек. Себебі ол ер балада қара күшке ие деп айттым, сондықтан күшті шығару керек олар. Соны дұрыс қалай шығару екен білу керек. Дұрыс бағытта жұмсау. Дұрыс бағытта жұмсау. Сол менің айтатыным. Себебі бұл өте екеуіне бірдей тәрбие беру қиын. Ол бірдей қылып тек былай жаңа ереже жаңағы қандай да біреудің ақысына кірме деген сөздерді айтуға болады енді. Өтірік айтпа деген екеуіне де ол қатысты ғой, адами жаңағы принциптерді, қажеттіліктерді. Бірақ жеке өзінің жаңағы физиологиялық ер бала болып туылғаны қыз бала. Сосын бізде мысалы ажырасу көп қой қазіргі таңда. Оттың басында шыны керек, менің жолдасым салмақты кісі, ол кісі де көп анау-мынауға шомына қоймайды. Және бір іс әрекеттенуде ол асықпайтын кісі. Менікі тез. Осы жерде айтатыным, қандай болғанмен ер адам үйде қарай отырған жақсы. Қандай адам болса да. Мысалы көбісінен ажырасқан қыздармен де жұмыс жасадық қой, сол кезде сөйлескенде өзіміздің жақындарымыз бір ажырасқан мысалы. Сол кезде шаруа бітірмейді, үйде отырады деген сияқты. Айлық әкеліп отырса да ұнатпайды ғой, кейбір енді қыз балалардың сұранысы әртүрлі ғой енді әйел адам. Соны мен бір түсінгенім, қандай болса да сен 10 жерде не істесең де ер адам үйде болған жақсы. Себебі ер адамның тәрбиесі недемен ер балаға көбірек әсер етеді. Ал егер ажырасқан болсаңыз, мүмкіндігінше бөгде адамды емес, өзіңіздің үйіңіздегі тумаларыңыздың ішінде әкеңіз, может, ағаңыз мүмкін. Солардың біреуінің тәрбиесін алдыртуға тырысу керек ер балаға. Ер бала не дегенмен эмоциясын шығаруда дұрыс бағытта көру, және сол ер адам кім, қандай болу керек деген ол баланың алдында идеал болу керек. Бірақ дұрыс идеал. Жаңағы екінші өгей әкесі деген сияқты. Мүмкін өгей әкесінен де кейбір жақсы идеалдар шығып жатады, бірақ алайда сол мүмкіндігінше баланың өзінің әкесімен де қатынастыру, мысалы да. Сол өте үлкен ауыр бұл тақырып қой, енді қазір қоғамда болып жатқан жағдай. Сосын бір жағынан жасөспірім шақта бала өсіп келе жатқан кезде баланың жеп жүрген тамақтарына да қарау керек, витаминдерге, гормондарға. Себебі білесіздер, тестостерон бар. Бәрі мысалы қыз баланың өзінің гормоны бар, мысалы ол бөлінетін уақыты бар, ұйықтау уақыты бар. Соның бәрін бақылауда ұстау керек. Соның ішінде жасөспірім шақта көбірек. Себебі жасөспірім шақта көп дефицит болады. Сондықтан сол бағытта қарау керек, көбірек көңіл бөлу керек балаға. Қазір жеп жатқан тамақтарда деген. Онда да ол айтады, тамақтың не қатысы бар деген сұрақтарда қойылған маған ата-аналардың тарапынан. Айтам, қалай не қатысы бар? Мысалы, бала ет жемейтін болса, ер баланың тамағы ғой ет жеу. Оған все равно сол гормон береді. Ол да белгілі бір организмге әсері бар, ықпалы бар. Сондықтан мүмкіндігінше баланың рационын қарау керек, не жеп жүрген. Күнде колбаса жемейді ғой, бала күнде колбаса жесе тоже ол да реакция. Себебі бала денесінде ол денеге қажетті витаминдер ол все равно біздің миымызға да барады да. Солай емес пе мысалы? Сондықтан мүмкіндігінше оны бір ғана жаңағы немес тамағынан да қарау керек. Ол әсіресе осы подростық жасөспірімдік шақта ұйықтау режимі қалай, телефонды ұстау, қолдану және тамақтың қалай түрін жеп жүріп, соның бәрін бақылауда ұстау керек баланың бойында. Қыз баланы да ер баланы. Мысалы кейбір қыз балдар келді, мысалы енді бұл ашық алаң ғой, енді етек кірді 3 ай 4 ай келмей қалады мысалы дейді. Ол неге? Ол тамақ жеуіне бар.
ол бәрі сол өзгеріске байланысты, өмір салты, өмір сүріп жүрген. Сондықтан мүмкіндігінше оны қарау керек, бақылау керек, баланы ұстау керек. Иә, керемет, өте дұрыс, мен де келісемін оған. Енді біз жаңа шариғат жағынан, дін жағынан қарасақ, қыз бала мен ер баланың тәрбиесінде бір жақтары да бар, ерекшеліктер де бар. Мысалы, сол ата заманнан мысалы қыз балаға, ер балаға да тәрбиені кішкене бүліктеу берген. Мысалы, жаңа айтып отырсыз ғой, әкесі мысалы ер баланы тәрбиелеу керек. Мысалы, сөйтіп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху өзінде де хадистерінде бар, ер бала атқа мініп үйрету керек, ержүректі болу керек, иә. Ер баланы жаңағы садаға үйрету керек. Ата-бабаларымыз айтатын еді ғой, ең болашақ ертең семья отбасын асыраушысың деген сияқты. Соны еңбекке үйрету керек ер баланы. Ер бала сияқты жаңа тәрбиелеу керек. Оған енді әкесі көп бөлу керек. Қазіргі таңда мысалы неге қазір көп семьялар ажырасады, мен ойлаймын. Оны да былай зерттеп көрдім, неге? Себебі мен ойлаймын, көбінесе әрине әйел адам тәрбиелейді. Ер адам көбінесе нәпақа тауып далада жүреді. Мысалы, жан тазалығы, құрсақ тазалығы деп айтады, сүт тазалығы, шариғатта айтады, иә, жаңа баланы тәрбиелегенде. Оған шариғатта көп көңіл бөледі. Бірақ мысалы жан тазалығы мен тән тазалығына кім көңіл бөледі? Оған балиғат жасқа келгенге дейін шариғатымыз айтады, ата-ана. 13-14 келгенде ата-ана көп көңіл бөледі. Жан тазалығы, тән тазалығы. Тән тазалығы, қыз баланың тазалығы, жаңасы айтып отырсыз ғой. Мысалы, етек кір келеді, соның бәрін түсіндіру, айту деген сияқты. О бала өзінің іс-әрекетіне көп жауап бере алмайды. Балиғат жасқа толғанға дейін, иә. Тазалық жағынан. Қалай таза болу жүрек? Жүрек тазалығы деп айтамыз. Жаңа біреудің жібін аттама деген сияқты. Ал әйел адам, қыз баланың тәрбиесі, сіз өте дұрыс айттыңыз. Ол баяғыда ата-бабаларымыз айтады ғой, қыз бала қонақ деп. Иә, нәзік жанды, жұмсақ, көркемезді, сабырлы, мейірімді. Негізі сабырлы, мейірімді айтып, жолдасым сабырлы деп. Ер баланы да солай тәрбиелеуіміз керек. Бірақ негізі тәрбие отбасына деп айтамыз ғой. Ата-ана қандай, қасындағы қоршаған отбасы мүшелері қандай, бала соған қарап өседі. Сондықтан өзімізді сабырлыққа шақыруымыз керек, көркемдікке шақыруымыз керек, бала соны қарап өседі. Қыз бала мысалы, көбінесе біздің қыз балаларымыз көріп өтеміз ғой қазір, өкінішке орай. TikTokта неше түрлінен шығарады. Мысалы, көп нәрсе дұрыс жасап жатқан жоқ. Неге? Оны біз бере алмай тұрмыз да. Неге десеңіз, біздің қазақ бабаларымыз айтты ғой, ұят болады дегенде. Бірақ ұят болады, біз басқаша жаңағы нелер зияндық жақтары да болды негізі. Жаңағы сенімсіздік деген сияқты айттыңыз психология жағынан. Бірақ сондай травма болды деп айтып тұрсыз ғой, басыма тиіп кетті, нетіп кетті. Дегенмен бұл да мен ойлаймын тәрбие. Отбасында айтпаса, отбасында мысалы әйел адам өзінің жолдасын сыйламаса, ата-енесін сыйламаса, қыз бала соны копия болып өседі. Оны да үйрету, мен ойлаймын, ол отбасынан, жаңа ксерокопия сияқты копировать етіп алады балалар. Бірақ қыз баланы өте нәзік өсіру, сенімді болу үшін әкесі еркелетіп, әкесі жақсы көріп, жаңағыдай қалай деп айтайын, көңіл бөліп, ерке қылықты болып өсу ол да керек. Өзіне сенімді болу үшін, жақсы жар болу үшін. Күйеуіне керек. Осы жерде бір нәрсені қосып жүрмін. Мысалы, қараңыздар да, бізде көбіне тәрбиеде қыз баланы тыю көп та бізде. Қыз балаға болмайды, қыз балаға ананы істеу болмайды, бірақ қыз балаға болмайды дегенмен де қыз балада да энергия бар ғой. Ол энергияны жұмсау керек та, мысалы. Атқа мінгісі келе ме, атқа міндіріп та, мысалы, бірақ оны бәрі жоқ, кейбір ата-аналар рұқсат бермейді. Мысалы, мен өзімді атам көп мінгізген жақсы көрген жоқ. Мен мысалы, баланың бойында энергия шығу керек та, келіп тұрған энергияны тосқауыл ұстау болмайды. Бірақ оның бұрыс-дұрысын түсіндіру керек. Ал ер балдар бізде алшақтап қалды тәрбиеден. Шыны керек. Қазір қыз балдар көп зорлық зомбылыққа түсіп жатыр, не істеп жатыр да. Осы жерде бір үлкен өзекті мәселе да, мынау айтпауға келмей тұр. Мен өзім ер балдардың анасы болғасын, мына ер балдарды көбіне мен қыз балдарды қорғауды үйретемін.
Қыз баланы қорғау міндетіміз біздің. Сенің міндетің. Ол сенің қарындасың, ол сенің апаң болуы мүмкін, ол сенің үйіндегі қызың. Бірақ сен жалғыз өзің тумаң бес, кез келген қазақ қызың, қазақтың қызын, орыстың қызы кім бар елімізде енді көп ұлтты ғой, қанша деген. Қай қызды да қорғау керек. Себебі біздер қазір байқасаңыздар, қыз балдарымыз спортқа беріп жатырмыз да, көбісі таэквондо. Жоқ, берсін, ол бірақ біз балдарға үйретпейміз да, ол не үшін қажет мысалы. Өзіңді қорғануға деп үйретеміз. Жоқ, неге қыз қорғану керек? Неге біздің ер балдарымыз қызды қорғамайды? Осы мәселе үлкен да бізде. Сондықтан көбірек ер баланың тәрбиесін бізде алға қойымыз керек. Ер балдарға қанша дегенмен енді көп мәселе қозғалады. Мысалы, зорлық зомбылықтың бәрін ер балдар жасайды. Қыз бала жасамайды. Мысалы, зорлықты. Соны айтып отырмын, бұл да мен ойлаймын, бұл да отбасы тәрбиелеу. Қай семьяда мысалы әйел адам зорлық зомбылық ене жағынан, әке жағынан көріп жатса, даже қыз бала сондай семьяны іздейді. Не? Себебі басқа қарым-қатынасты көрген жоқ олар. Көрген жоқ басқа қарым-қатынас, көрдіңіз бе? Ол тіпті тұпсана деп айтады ғой психологияда, ол бұл жерде білмейді де. Автоматты түрде барады. Автомат түрде, иә. Әкесіне қарап таңдай ма жарым? Әкесіне қарап. Сондай нені іздейді да, ол өзі де білмейді мысалы. Сондықтан ол отбасы, нағыз сіз дұрыс айттыңыз, ата-анасы үлкен тәрбие беретін, үлкен үлгі болатын, негізі әркім өзінен бастау керек дейді ғой. Ата-ана тәрбиені өзінен бастау керек. Мысалы, не дұрыс жасап жатыр, не бұрыс жасап жатыр десеңіз, бала соны көріп өседі. Көбі қазір ер балдар жастаншақ. Неге? Менің әйеліме айтар екен, енді әйеліне алаңдап отырады да, мысалы. Ер азаматтық бір қасиеттері жоғалтып алған. Неге жоғалтпаған? Негізі көбіне ер адам далада жүреді, напақа табып, әйел адам тәрбиемен айналысады. Ол қай айналысады? Ұрып та, соғады да, жабы аузыңды дейді, сен ешкім сұраған жоқ дейді. Негізі ер баладан егер қандай да бір шешім сұрап отқан еді, мысалы, мен қосымшаға қатысқым келеді десе, баланың өзінен сұрау керек, не үшін қатысқысы келеді, қалай, ол оған қызық па, өзің шешесің деп көбірек өзіне жауапкершілікті беру керек. Міне, ертең осыны бастайсың, тастап кеткен кезде оған бір жақсы себеп болу керек балам. Сондықтан шешім өзіңнен. Өзің қалай ойлайсың? Мысалы, тіпті киімді алған кезде біздер киімді өзіміз алып беріп жататын ата-аналар бар ғой. Жоқ, бала уже 10 жастан бастап бала киімді өзі таңдап үйрену керек, өзінікі екенін білу керек, шешім. Себебі ер баланы көбірек осы жағынан қатты тәрбие беру керек та, өзінің әрбір жасап жатқан қазір міне ол 10 жастағы жасаған іс-әрекетіне ол жауапкершілікті алатындығын, ертеңгі күні ол үшін оның қандай да ол қай бағытта аяқталған кезде ол соны білетіндігін біліп отыру керек. Оған мә ала бер деген сияқты емес. Мысалы, қысқа шалбар сұрап тұр, бірақ ертең ол мектепте оған ұрсуы мүмкін да, неге сен тобығыңнан жоғары киіп жатсың деп. Ондай да болады ғой. Бірақ сіз балаға болмайды дегеннен гөрі, жақсы балам, бірақ бұның да артында салдары бар, білесің ғой деп. Өзіне қалдырып. Түсіндіріп отыру керек. Ертең сен жауап беруге осыған дайын болуың керек. Себебі сен жігітсің. Сен кішкентай жігіт болсаң да, сен жігітсің. Себебі сенде ол дағды қапталып келатыр. Бізде оты істемейміз ғой. Біздер көбіне жаңа сіз бағана айтып отырсыз ғой, ақыл айтқан жақсы көреміз. Былай болғанда былай болады, былай болғанда былай болады. Мысалы, мынандай ғой, мысалы, адресті іздеп келатамыз ғой. Мына жерден оңға бұрылыңыз, жаңа Яндексте де айтып жатады ғой, қазір 100 метрден кейін оңға бұрыласыз дейді. Сол сияқты үйретеді де бізде көп ересектер. Міне мынандай жерден кейін мына жерге барасың, мынадан кейін жоқ. Бала адресті айтты ма, балам Төгейіс деген бар, мысалы, Төгейіске сал, жүр. Қауіпсіздігіңді бірақ үйрету керек. Қандай да бір таныс емес, ямсы бір жерден келатқан кезде бір адам тұрған байқасаң, басқа үлкен адам келгенше тұра тұр деген сияқты. Мысалы, балаға тек жолдарын көрсету керек. Жаңағы ол жерге барма, ойбай адасып кетесің, мен апарам ертең қолым босағанда деп айтудан гөрі, балаға сенім арту керек та, жіберу керек. Жақсы балам, мынандай Төгейіс бар. Егер қорқып тұрсаң, телефонмен менімен сөйлесіп отыр. Мен сенімен сөйлесіп отырмын. Сондай қылып айтып үйрету керек. Бізде жоқ, бізде керісінше бәрін бақылау оқуымыз керек. Контроль аламыз. Қазір немесе мен ойлаймын, қазір көбіне біз дербес баланы өсіріп жатырмық та, былай қарап тұрсаң қоғамға. Ол қалай білінеді?
жауапкершілік бермейміз балаға. сол ғой, жауапкершілік бермейміз. Жауапкершілік. Мен қазір өзім отбасымда жаңағы немелерім бар ғой, соны байқаймын, айтып отырамын жайлап, ренжиді, сен білмейсің ғой дейді. Бірақ дегенмен де енді қателеспейтін адам жоқ, өзімізде қателесеміз. Қателесуге де мүмкіндік беру керек, сосын бірақ түсіндіріп өту керек деп ойлаймын. Олай айтайын десем білмеймін апай. Менің қызым бар 3-те. Соны дегенмен жүреміз ғой де. Кием деді ма, кимеймін дей ма, кимейді. Жоқ, 5 жасқа дейін мүмкін осылай жасай беріңіз. Ол дұрыс зат. Бала себебі өзінің кім екенін бұл үйде значимостьті біліп жүрді ол. Мені қалай бұлар жақсы көреді деген. Мен қандай зат жасасам да ол мені жақсы көре ма. Сондықтан 5 жасқа дейін баланы патшадай күту керек. 5 жастан бастап, сосын 15 жасқа дейін құлындай жұмсау керек. Біздің қазақ психологиядан алыс кетпеген негізі. Жақсы айтылған ғой, 15 жасыңнан бастап досыңдай көр деп. Біз сол элементарный сол сөздің өзін қағидаға алсақ, біз көп затты балдармен жұмыс жасаймыз. Егер балаға, сосын бізде мынандай ғой, жауапкершілікті мынандай міндеті мен құқығын айтуды білмейміз да балаға. 3 жастағы баланың міндеті не? Ойнау. Солай ғой? Ол ыдыс жумайды ол бала. Ямса келесі өзінен кейін бөпесін бағуға ол несі жоқ, міндеті жоқ. Бірақ біз не істейміз? Бақтырып қоямыз. Көп жағдайда. Бала айтамыз, сен бақты. Бесік тербетіп өтші, сосын ойнауды дейміз. Ол қаяқтан ойнайды, 2 функцияны істей алмайды ол. Ол қай функцияны істейді? Ойнайды. Ойнамайды. Бақ деген істейді. Баланы тербетіп отыр. Неге? Себебі оған үлкен адам еді. Одан ол оған тәуелді екенін біледі. Сондықтан ойынды таңдамайды. Ол ойынды ойнағы себеп өтсе де, арасында бүйтіп ойыншығын ұстаса да, баланы бағып. Ана ұмытпайды. Ұмытпайды. Себебі оған солай берді. Бала ол ертең ол да зиян. Себебі бала өзінің сол проживать ететін өмірінде сол сүру керек. Ойын ойнағысы келіп отқан өмірде ол сүрген жоқ. Ол керісінше үлкеннің таңдауын жасады. Ертең болашақта да сөйтеді. Ерме болуға. Алдағы уақытта ол өзінің мен концепциясын үйретеді, Эркониннің жақсы үйретті да, бізде бір уақытта асырап не істеп жүрді. Адамдарға, балаларға тәкаппарлықты үйретіп жүрді ол. Сен өзіңді ойла, сен өзің шешуің керек, сен өзіңді бірінші білуің керек деген сияқты. Жоқ, біз қоғамда біз біреусіз өмір сүре алмаймыз. Біз қоғам, ұжымдасқан қоғам. Ол ешқандай ол ұжымдық психология деген бар ғой, топтық. Бірақ баланың міндеті мен сол құқығын біз жоғалттыруымыз керек та, баланы. Мен балам үшін туған жоқпын ғой, екінші балам. Дұрыс, иә. Сондықтан бізде сол қателікті, мен тамақ істеуім керек, сен баланы қарай тұр дейміз. Ол кім? Сен мүмкін болса, сен жағдайың жасауың керек, баланы қасыңа әкелуің керек немен, коляскамен. Жатқызып қой, әңгіме айтып жүр. Балаға ештеңе керек емес та, біз балаға ойлаймыз, жаңағы обязательно жаңағы ойын ойнатуымыз керек, тәтті тағамдар алып беруіміз. Баланың өмірінде ең басты есінде қалатыны ол біздер қасындағы болғанымыз. Жай ғана қасында әңгіме айтып жүргеннің өзі балаға жеткілікті. Кіттай бала нәресте жатса да әңгіме айтып жүрсеңіз, бала тыңдайды. Біз не істейміз? Көбіне музыка қосып қоямыз қасына. Ямсы кино, мультфильм қосып қоямыз телевизордан. Жоқ, ол бала наоборот керісінше оған көрген сайын айқайлайды да, ол баста айқайлайды де, оған ұнамайды. Артынан ол үйренеді, потому что басқа таңдау жоқ ода. Бала сөйтеді дейсіз. Таңдау жоқ ода. Телевизор қарайды, сосын мүмкін не істейді. Шын мәнісінде балаға ештеңе керек емес, баланың қасында тек анасы жүрсе, оның өзі қуаныш. Ол жата береді сіздің қасыңызда әңгіместен. Енді ауырмаса, енді қарны ашпаса, бұтына жаңа кіштеп қоймаса, кішідіреті жүріп қоймаса, ол бала жата береді. Біз сол ғой, біздер көбіне сол көңіл бөлу, уақыт бөлу дегенді шатыстырамыз да. Өте дұрыс. Қазір көп болып кетті осындайлар, ешкімге міндетті емессің деп та бастайды да, бәрі курстар ашып. Соң ойлаймын да, тәкаппарлыққа кетіп қалмайды екен. Тәкаппарлыққа кетіп жатыр. Жоқ, кетіп жатыр, ол бізде қатты, мына енді бәрін кавычкаға алайын. Енді білім қаяқтан алып жатыр, мен білмеймін енді. Біреуге жауап та бермеймін ғой. Бірақ бізде мына көбісі ойлайды да, жаңағы бір күндік семинарға барып өзгеріп кеттім деп. Жоқ, ол өзгермейсіздер. Ашығынан айтайын. Ол тек эйфория, сол жерде просто жай ғана қуаныш сыйлайды, ләззат сыйлайды, болды. Одан шығып, қалай сіз ол ғимараттың есігінен шығасыз, сіз бәрін ұмытып қаласыз. Себебі ол жерде просто толпа психологиясы деген жақсы ғой.
сол әсер етеді. Себебі мысалы мен күліп отырғанда сіз жылап отыра алмайсыз ғой. Міне өзіміз үшеуміз отырмыз да сізбен. Мен күліп отырсам сіздер жылап отыра алмайсыздар ғой. Біз де күлеміз дейсіз. Сіз де күлесіздер. Себебі ол эмоция адамға бір-біріне жақындастырады. Заразительно ма? Жақсы, керемет болды. Енді біздің уақытымыз кішкене таяп қалды, бірақ алда әлі айтатын нәрселер көп, иә. Жалпы бізді көріп отырған аталарға не айтасыз дегім келіп отыр. Өйткені уақыт бітіпті, біраз уақыт өтіп кетіпті. Бізді тыңдап отырған ата-анаға, көріп отырған ата-анаға айтатын бірінші сауаттарыңызды көтеріңіз. Мамандарға жүгініңіздер. Егер өзіңіздің бойыңызда қандай да бір эмоцияңызды басқара алмайтын болсаңыз, психолог мамандар қазір көп, жақсы мамандар көп. Соларға терапияға барыңыз. Ең аз дегенде 10 терапияға барыңыз, сізде өзгерістер басталады. Және сіз өзіңіз ары қарай жалғастырып кетесіз. Түсінем, ақша жоқ дейді, басқа дейді. Мүмкіндігінше өзіңізге уақыт бөліп, өмір бір-ақ рет берілетінін ұмытпаңыздар. Себебі өмір бір-ақ рет беріледі. Ертеңгі күні біздің алып кететінімізде есімізде қалған дүниелер. Басқа материалдық тұрғыда ештеңені алып кете алмаймыз. Мен қазір соны мықты қатты түсінген адамның біреумін. Себебі ешкім көрген жоқпын, қасына қосарлап атын алып кетіп жатқан, қолына алтындарын алып баратқан. Бәрімізді кетеміз, но бірақ ең бастысы соның ішінде біз өзімізден шыққан баланың есінде қалу үшін біз ең бастысы оны телефонмен қалмауымыз керек. Ең бастысы оны жақсы көргенімізді, олар бізді сезіну керек. Кез келген уақытта олар бізді іздеген кезде, сағынған кезде, мен анама барсам, әкеме барсам, мен тыңдайды деп білу керек. Олардан басқа ешкім маған қолдау көрсете алмайды. Сондықтан мүмкіндігінше баланың қасынан табылуға, мүмкіндігінше уақытты бөлуге, көңіл бөлуге тырысу керек. Одан артық ештеңе келмес балдарға. Иә, өте дұрыс. Мен де айтарым сол құрметті ата-аналарға, егерде қартайған шағымда бақытты өмір сүргім келеді десе, сол балдарды бақытты болуға тырысуымыз керек. Мейірімділік, махаббат беруіміз керек. Қасынан сіз айтқандай табылуымыз керек. Әр уақытта түсінуіміз керек. Әр уақытта диалогты болуымыз керек. Сол уақытта бала бақытты болса, оларға махаббат бере алсақ, оларда бізге сондай күйде болады. Сол нәсіп етсін баршамызға, солай тәрбиелеуге ұрпағымызды, бала шағамызды. Ал рахмет, құрметті қонақтар, осылай уақыттарыңыз бөліп, әдемі сұхбат болды. Негізі айтатын нәрсе көп, иә, әлде де уақыттың тығыздығына байланысты. Жақсы, құрметті көрермендер, біздің подкастымызға лайк басып, пікір қалдырып кеттіңіздер, және біздің YouTube каналымызға тіркеліп, келесі подкастта көріскенше сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум.